адамға. Сәлем анам алтын күн, сәлем қатты халқымның, уақытыма риза болып, бақытыма шалқыдым. Ашық болса күніміз, ашылады нұрымыз, бай туралы өмірде айтылады жырымыз. Амансың ба күн? Күнменен түн теңелді, күнде зарай мен енді, гүлмен жерді жайнатып, гүлден ауыр сен енді. Жайнатамын гүлгүлді, сайратамын бұлбұлды, мейірді жұрт тойрасын, мейрам етіп бұл күнді. Қайтқан емес толайым, той болсын деп толайын, айналайын ағайын, қолдарыңды алайын. Күннен алған әлемнің беремін ұстық сәлемін, қарттарымнан сүйдіріп, сәлем берем мейірлеп. Atlar, құрметті оқушылар, міне наурыз күні келіп қалды. Биыл ерекше наурыз. Біздің Қазақстанымызға тәуелсіздігіне тура 10 жыл толады. Тәуелсіздігіміз тәубе болсын дейміз. Тәуелсіздігімізді дұрыс пайдаланайық балалар. Білімді болыңдар, оқыңдар. Не болуым, білімді болсаңдар, соғырлығым тәуелсіздігіміз көбейе береді. Міне арналап, әдейлеп, осындай әдеміз ал жасадық. Осының бәрі сіздер үшін, балалар үшін. Балалар енді әдемлеп, дұрыстап наурыздарында өткізіңдер. Мен тілейтінім ауырмаңдар. Мен тілейтінім арналарында күтіңдер. Мен тілейтінім тек қана оқударым дұрыс болсын. Рахмет.
Мы, казахи, табунами богатый народ, ни с кем не воюющий мирный народ. Чтобы счастье с удачей народ наш познал, чтобы враг на границе не протягал, наготове мы копья держим свои, никакому врагу не покорялись мы. Свободой одной нашей души полной, дружбой великой велик мой народ, и хлебом, и солью благородный народ. Қазақстан туы, көк аспандай көк пен бет, Қазақстан жалауы, көгерес ол тектен тек, елдің ашық қабағы, ақ ниетті алтын күн, астақ арман қыраны, жалауы бұл халқымның мәртебесі мақтаны. Кен айбат әдемі, тұнығындай көңілдің, ортада астан әлемі, көз береке шаңырақ, орын алған өздерден, қанатты құс арғыма, екі жақтан көмкерген. И посвящаю им всем эту песню «Туған жер».
Balalar, ustazlar, senlerge aytатын еңбектерің жемісті болсын, денлерің сау болсын. Құмашұлының талантты айтатыным, қазақ жеті атаңнан бері қан болып дейді ғой. Соғын елеменді ел болдық. Міне 10 жыл болды елеменді ел болғалы. Соғын енді осы талант баласының баласы осы жеті атасын қуып, елеменді ел болып, осындай бөбектерін жақсы тәрбиелеп, өсіріп, мына ұстаздарына мейірімді, қайырымды болсын. Адамдар өзі мұң жасамайды, ұрпағымен мұң жасайды дейді. Қарақтарым, сендерді ұстаздар. Мен анамын, 10 баланың анасы. Мен ұсақ немере көріңдер, шөбере көріңдер. Мен ұсақ шөбере көріңдер. Еңбектерің жемісті болсын, дендерің сау болсын. Омейін десем қолың жай, 4 күнің болсын сай. Мал берсін, бас берсін, өмір ұзақ жас берсін. Қыдырым ұяласын, періштер ұяласын. Алладағы жақсылықтан айырмасын. Сендер сау болып, бақытты болыңдар. Менің батым емес, қызым Ілияс пайғамбар бағасы. Алла Ал балалар, енді биге берейік. Топта болсын дейміз. Соның бірге биылғы Наурыздың ерекшелігі бар. Биыл біздің республикамызда 10 жылдық тәуелсіздігі бар. Тәуелсіздігі тәубе болсын дейміз. Балаларым айтайын дегенім, осы тәуелсіздікті дұрыс пайдалана біліңдер. Тек қана жақсылыққа пайдаланыңдар. Ағыдай жамандықтан сақта жүрсін. Тек қана түзу жолға салып жүрсін. Білімді болыңдар, жан жақты болыңдар. Осы
республикамыздың анық азаматтары болыңдар. Наурыз құтты болсын, топшыларым. Мол болсын. Бүгінгі наурыз тойына жер шарының наурыз көзі қалай жасалады, оның жарлығы. Қайын жұрт, нағашы жұрт, өз жұрт. Өз мұра дегеніміз не? Бастарына бақ берсін, не берсе де нақ берсін. Өздеріне деген жақсылықты босағылардан ақ келсін. Қарындарың тоқ болсын, қайғыларың жоқ болсын. Білімдерің табысты болсын. Жаратқан дейін жақ болсын. Сөйлескен мектепте оқушыларың көп болсын. Үлкенімге көз салмай, бүгінгіні жол жоқ қиын демекші, Айдақарды ортаға шақырайын. Бізге есеп берсін. Әлде Айдақар сұлу да келе жатыр. Уа қалайық, ұлыстың ұлы күні, наурыз мейрамы құтты болсын. Менің жылым мәдениет қолдау жылы болды. Сондықтан мен елдің кезегімді жыларға беремін. Құрметті ұстаздар, оқушылар, сіздерді жыл басы 20 наурыз мерекесімен құттықтаймын. Жаңа жыл басы сіздерге бақыт, шаттық, күлкі әкелсін. Альбинаның орындауындағы әсем әнді ұсынамыз.
Ойынның шарты мынандай. Әр сыныптан екі баладан шығып, ортаға шеңбер құрып тұрыңдар. Мен мына орамалдағы көзін жуып біреуге тигіземін. Соған сөз айтамын. Сол сөзге байланысты ол мақал-мәтел айту керек. Егер де біреу айта алмай қалса, ол ойыннан шығады. Микрофон берсінші. Роза апай органын екеуге. Роза апай жүре бер екеуге. Құлағы? Стой. Ана. Ана. Ағасы бардың жарасы. Ағасы бардың жарасы. Еңбек түбі береке, көптің түбі мереке. Ер. Ердің ғой. Қыз туралы. Еңбек анасының атасы. Жалқаудың жаны тәтті, еңбектің наны тәтті. Адам өмірінің ең биік шыңы жастық. Өнер ал қызылтын.
говори. Мы немножко пошумели, в глаза окна подзвенели, мы сказали тишина, в школе рухнула стена. Математика наука самая тяжелая. Если б не было ее, ходили бестолковые. Матушка потасулит. Матушка потасулит, граммы сывились. Без пальто остануся, с книгой не расстануся. Меня книгой, я хочу учиться. Қордасы Наурыз, куәсіндай тарихтың, жылдың басы Наурыз. Қыс кетіп, қар кетіп, шырайлы жаз жетіп, шаруаның кенелген мейрамы ежелден құтты болсын Наурыз. Наурыз бұл өте ертеден келе жатқан халықтың мейрамы. Бұл тек қазақ халқының мейрамы ғана емес, сол сияқты бұл бүкіл шығыс елдерінің төл мерекесі. Наурыз деген сөз парсыша жаңа күн дегенді білдіреді. Наурыз асыра сілтеушілік салдарынан 1926 жылы соңғы рет тойланып тоқтап қалды. Ал бүгінгі қайта құруға байланысты дана партиямыздың әкел қамқорлығының арқасында халық оған қайта тауып отыр. Наурыз өмірге қайта оралды. Жүрсен жолың болсын, жолдасың қызыр болсын, тілеуің қабыл мұратың асыл болсын. Тілеуің қабыл мұратың асыл болсын, кигенің күлкі болсын, жүрген жерің ойын күлкі болсын. Жарқын болсын көңілдерің, жаздың әсем таңындай, таза болсын өмірлерің, таудың аппақ қарындай, өзен болсын пейілдерің, таудан аққан ағындай. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, ұлыс ақты болсын, төрт тілің ақты болсын. Ұлыс береке берсін, пәле-жәле жерге енсін. Әумин. Наурыз келді, барлығы жасарады, Наурыз тойын жатыр жұрт жасағалы. Ұстап, келіншек көлдің анасы шашу шашар, аласта тәледен бір сағана. Наурыз келді, барлығы құлпырады, құрақ
қойған қазандар құсқа толып. Кекселейді аспанның жылқылары. Ұлыс келді, ұлыс пен күміс келді. Ақбоз үйдің ұлығы күміс келді. Торғай біткен топырлар шұқынып жүр. Бітіре алмай жатқандай бір істерді. Бір қария қасына келеретін, құлақ көзін ашқанды дұрыс көрді. Уыз келді, уыз жер бір күледі. Тәңір нұры аспаннан сіркіреді. Бір көкөрім жалтырап шыға келді. Топырақты бір тапшы тістеледі. Осы наурыз құт болып келген шығар. Құдай қосса халқым бір сілкінеді. Балалар ойнайыпты, наурыз ойын тойлайып. Баянды боп мереке көргенінде жайнайып. Наурыз, наурыз, наурыз жобасы, наурыз, наурыз, бақыт жобасы. Наурыз, наурыз, наурыз жобасы, наурыз, наурыз, бақыт жобасы. Алпыс жылдай жоғалып, қайта оралған наурызым. Таластары тартқызып, сайраңдауда уқызып. Наурыз, наурыз, наурыз жобасы, наурыз, наурыз, бақыт жобасы. Наурыз, наурыз, наурыз жобасы, наурыз, наурыз, бақыт жобасы. Міне тамаша, наурыз, наурыз жобасы, наурыз, наурыз, бақыт жобасы. Наурыз, наурыз, наурыз жобасы, наурыз, наурыз, бақыт жобасы. Наурыз, наурыз, наурыз жобасы, наурыз, наурыз, бақыт жобасы. Солай ма? Қожеке, бүгін біз бір наурыз көжеге бір тоямыз ғой. Ой, айналайын, рахмет, өркенің өссін, балам. Сен айтшы сен өтірік өлеңін айтшы. Мына халық бір мәз болып қалсын. Алмада аби тәміні бар. Көжеде күби тәміні бар. Солай болсын. Шапалақта шы витамині болады ендеше. Айтымда өтірік өлең жұтқа жақтым. Жаздай құмыртқаны қойғып бақтым. Үлкен шегірткенің жұтап мініп, адыр-адыр қойтастан түлкі бақтым. Айтымда өтірік өлең айла қылдым. Есі бар соғанын найза қылдым. Бір шілді шұқанаққа сойып беріп, жарысын алып қалып пайда қылдым. Ой, айналайын, рахмет, өнерің өргөрлесін. Ана тұрған Аяз бидің ауылыма, сен оны білесің бе? Жоқ, туралы естіп пе едің? Жоқ, білмеймін, Аяз бидің ауылын. Ондаса жүр кеттік, үндеме. Мен сендерге бүгін жақсы жаңалық айтайын деп тұрмын. Сендер маған адамның жаманын, құстың жаманын, шөптің жаманын алып келіңдер. Егер әкелмесеңдер, бастарыңды алам. Барыңдар. Сендер адамның жаманын тауыпсыңдар. Çöp пен құстың жаманын тауыпсыңдар. Бұларың жарамайды. Çöptің жаманын Adamın жаман, құстың жаман, çöptің жаманын тауып едік. Мына жаман, çöptің жаманы, çöptің жаманы мен адамның жаманы, құстың жаманын тауып алмасыңдар деп, шеңгелмен қырғауылды тастатып, сауысқанмен қара қоған алғызды. Себебін өзім, мына жаман өзім түсіндірем деген. Ал, түсіндір бені. Уалла мен де сіз секілді сексеуі қырғауыл
ол жаман құс деп ойлап едім. Бірақ ол жаман құс емес. Сауысқан мен қырғауыл екеуі бірге қонып, бірге ұшпаған. Және оның еті бізге адамдарға пайдалы. Өзіміз де соны қырғауылдың етін сүйсіне жейміз. Мен сондықтан қырғауылды жақсы құс деймін, ал сауысқанды жаман құс деп ойладым. Солай ақ болсын, ал шөптің жаманын айтып берші. Шөптің жаманын мен де сіз секілді шеңгел жаман деп ойлаушы едім. Киімді жыртқаны болмаса, ол отқа жаққанда сексеуілдей жайнап таңға шейін шоғы жатушы еді. Содан мен шөптің жақсысы шеңгел деп ойладым. Бірақ қара қорғаны кеп отқа салсам жанбай, ал сиыр жаманы сиыр екешке Какие бы ни забросила вас дали, пусть самые суровые места. Хочу, чтобы никогда не забывали, что с вами Родина, что с вами Казахстан. Я не казах, не коренной, я русский, но я родился здесь я рос. И мне всегда бывает очень грустно, порой до сентиментальных слез, когда я уезжаю ненадолго, когда я с Родиной расстаюсь. Родной Иртыш мне не заменит Бога, хотя мне тоже не чужая Русь. И в помыслах, и в чувствах навсегда я со своей страной я казахстанец, и на слово не наживаю глянец, а кое-с-кем бывает иногда. А как же можно рассуждать иначе? Сдружились здесь и русский, и казах, кореец и немец, люди разных наций, с надеждою и верою в глазах. Среди степей раскинулась широко страна моя, отечество мое. Не надо откровений мне пророка, о ней всегда моя душа поет. Страна, которая дала Абая, и струн Жамбыла тихий перебор. Вдали струится дымка голубая, уходит за далекий горизонт. Вот здесь она лежит передо мною, страна садов, цветущих городов, которыми горжусь, всегда не скрою. Страна богатых недр, страна садов, простерлась даль, насколько хватает взор, от Каспия и до Алтайских гор. На свете много стран, больших и малых, но Родина, она всегда одна. Какие б ни забросила вас далее, для вас не забывается она. Она навечно остается с вами и в помыслах, и в чувствах навсегда. Какие б в мире не случались драмы, как уходили прошлые года, уходит даль бескрайняя дорога. Ковыльный голубеющий простор среди степей раскинулась широко, от Каспия и до Алтайских гор. Страна, что мне дороже прочих стран, страна моя, родной мой Казахстан. Есть все у тебя, и леса, и озера, и синие глуби, и синие глуби. Ассалаумағалейкум, малдар. Алдеке. Уалейкумсалам, Байеке. Байеке, сіз мен жолымда не күтіп жүрсіз? Мен сізге бір сұрағым бар еді сізден. Қандай сұрақ? Жіпсіз байлаған деген қалай ол? Ой, Байеке, татыр, мен қазір асығып тұрмын. Қазір келем, сіз осы жерде тоса тұр. Жарайды. Сөйтіп алдарды алдаған, байды алдаған алдар, бір ауылдағы болып жатқан байдың үйдегі ойын сауыққа отырып, кешке дейін ойнапты дейді. Ойнап, ойнап, o'tib ketgan alдар kech tushganda
байдың көшіп тұрғанын есіне бір-ақ түсіріпті. Ойбой, түс боқ қойды. Әлгі алдар қайда жүр екен? Ойбой, 5 сауы бастады. Алдарыңыз әлі жоқ. Ойбой, кеш болды. Әлгі қолдар қайда екен? Ой, Алдеке, қайда жүрсіз? Неғып Байеке? Мен сізде сұраққа жауап береді деп тосып тұрсам. Қандай сұрақ еді Байеке? Жіпсіз байлаған деген қалай деген ғой? Ой Байеке, сен мені тостың ба? Тостым. Мен сізді жіппен байладым ба? Жоқ. От енді жіпсіз байлаған деген осы. Қалай? Бардың алды кеткені бар екен. Директоры талант Құмашевна беріледі. Рахмет. Қалай, киім әдемі ме? Бұл кімдің киімі? Біздің ұлтымыздың киімі. Осыға әрқашан біз таң қалып жүруіміз керек. Міне осының бәрі, балалар, биылғы наурызымыз тәуелсіздіктің 10 жылдығына биыл толады тәуелсіздігіміз. Міне осы тәуелсіздіктің арқасында біз өзіміз өз тілімізде сөйлейтін болдық, өз киімді киетін болдық, өз мәдениетімізді көтеретін болдық. Сондықтан тәуелсіздікке тәубе деу керек. Сендер мамаларын, папаларын білуге тиісті. Тіпті жоқ дегенде осы мектепте де осыдан 10 жыл, 15 жыл бұрын бәр жиналыстар тек қана орыс тілінде өтті. Міне тәуелсіздіктің арқасында біз өз республикамызға ие болып, міне өз тілімізде, өз мәдениетімізді көтеріп жатырмыз. Сондықтан әрбір адам, әрбір оқушы осы мәдениетті, білімімізді, тілімізді дамытуға тиісті. Ал енді сонымен бірге балалар тәуелсіздік деген ол білімге байланысты. Неғұрлым білімді болсаңдар, соғұрлым тәуелсіздігіміз жоғары болады. Неғұрлым білімдері жоғары болса, соғұрлым республикамыз көркейе береді, әдемі болады. Міне осыдан балалар мен тілейтінім, сұрайтыным, ең бірінші білім. Ең үлкен жұмыс сендерге осы мектептің қабырғасында ол жақсы білім алу. Міне қазіргі осы 3-ші тоқсанда Қараштердің маңайына санына 66 оқушы қосылды. Ол өте жақсы. Міне осындай балалардың саны көбейе беруге тиісті. Сонымен бірге балалардың үлкендерді сайлауға тиістісіңдер. Әке-шешелеріңді құрметтеңдер. Әке-шешелеріңді ауыртпаңдар, сырқатпаңдар. Білімді болыңдар. Осы мектептерге ие болыңдар. Биылғы міне тәуелсіздік жылда біз мұрагер деген республиканы сайладық. Сонымен бірге республиканың президентін, министрлерін сайладық. Осының бәрі сендер үшін жасалып жатқан жағдай. Ал енді наурыз мерекелері құтты болсын. Міне осындай әдемі залда, атейлеп сендерге арналған залда әдемі наурыз мерекесін өткізіңдер. Міне қандай әдемі? Мынау сендердің бірге оқып жүрген балалардың суреттері. Наурызға байланысты өз елімізден алынған суреттер, міне өмірінен алынған суреттер. Болашақта тағы да осындай балалардың өнерлері әлі көбейе берсін. Енді алдымызда неше түрлі жарыстар тұр, соның ішінде волейболдан, баскетболдан,
білім жарыстары болып тұрады. Соның бәрі жерде біздің оқушыларымыз бірінші қатарда болуға тиісті. Наурыз мерекелерің құтты болсын. Амансызға алдияр тапсыр. Жиренше, мен саған бір тапсырма берем. Мен саған 40 сиырды берем. Сол сиырлардың ішінен қарнын тірідей тазалап әкел. Егер де сойғанда бір қылтам шөп шықса, басыңды алам. Кеше мені ханым шақырғаны. Иә, ол тағы не деді? Ол маған мынандай тапсырма берді. Мен соны шеше алмай басым қатты. Маған 40 сиыр берді. Сен осылардың ішінен шек қарнын тірідей тазалап әкел. Егер мен оны сойып қарағанда ішінен бір қылтам шөп шықса, басыңды аламын деді. Енді не істерімді білмеймін. Ақыл қосшы. Ой, жиренше, қорықпа. Ең бірінші сиырларыңды ашық құдықтың бойына алып барып, сол жерден бір рет айландырып суарып ал. Оларды сол жерде айналдырып қуа бер. Ең бірінші ішінің қармауы кетер. Одан кейін жын аралас су кетер. Ең соңында қара судың өзі кетер. Бар шешімі олса. Ой, ақылың-ай, мен сен айтқандай дәл осылай етемін. Олай қарайсыздар. Бірінші жұмбағым, қабат-қабат қаптама, ақылың болса таптама. Дұрыс ақ. Екінші, із қалдырып үнемі тұмсығымен жүреді. Дұрыс. Бар ма жоқ па, оны мен білмеймін. Ол жоқ жерде өмір сүріп жүрмеймін. Алла, дұрыс. Қатар-қатар тас қойдым, жирен атты бос қойдым. Рахмет. Өнері талаптының өлең екен. Сұрайын қайырылын айтып берші, бірінші жылға кірген. Немен екен ика-ика-я. Сенее ойлап тұрсам дұшпан екен. Көпті көрсе тақырда көл болады. Анығын білсең егер тоқталмай айт, екінші жылға кірген. Не болады ика-ика-яй. Қонғаны ауылынан қиыр екен. Құлындай ойнар жылын биыл екен. Білгенге отырған соң мен айтайын, екінші жылға кірген сиыр екен. Игига-ига-игига-игай. Туған жер адамзаттың мекен екен.
Жүйрікті жүйрік қуып жетеді екен. Тағы да тоқталмастан айтып берші, 3-ші жылға кірген немен екен егай-ай. Қонғаны ауылының қалың қамыс, болара былтырғыдан биыл алыс. Айтайын сен білмесең мен анығын, 3-ші жылға кірген болар барыс. Игигай, игай, игигай, игай. Ақсерке ақ мүйізді қой бастайды. Шын ақын топ ішінде той бастайды. 4-ші жыл атауын тауып айтсаң, осында талабыңды ел қостайды. Игай, игай-ай. Қамшының сары сапы боям екен, жалғанда қызық қадам қоям екен. Есімне бәлденейін білгеніме, 4-ші жылға кірген қоян екен. Игигай, игай, игигай, игай. Базардан сатып алған алтын күзгі, кезіктің бұл құрбыма жылы жүзді. 5-ші жылдың атын тауып айтсам, қалайша ұмытайын, онда сізді игай, игай. Жылқы саны жабағы қолын екен, омыртқаны бекіткен жолын екен. Есіңе мықтап сақта мен айтайын, 5-ші жылға кірген ұлы екен. Игигай, игай, игигай, игай. Жастардың ойлағаны ойын сауық, жігіттің серілікке көңіл ауық. Ылғида сені мақтап жүрер едім, 6-ші жылға кірген немен екен. Игай-ай, игай, игай-ай. Мінгені бұл баланың құнан екен, жетілген құйрық жалы болан екен. Қиылып сұрадың ғой мен айтайын, 6-ші жылға кірген жылан екен. Игигай, игай, игигай, игай.